Саламатсыздар ма оқушылар, 11 сынып алгебра оқулықтағы 1-14 есептің шығарылуын көрсетейін. X-тан F-тің туындысы бізде мына функцияға тең. Бізге мына алғашқы функцияны табу керек. Ол үшін бізде мынадай шарт бар ғой. Яғни алғашқы функциядан туынды тапсақ, онда бізде берілген функция шығады. Осыны бізде есеп шығарғанда қолданамыз. Яғни бізде біріншісін қарастыратын болсақ, мына туынды дегеніміз берілген функцияның екеуі бір мән деген сөз. Сонда берілген функцияң бізде 4x куб минус 3x квадратқа тең. Енді алғаш функцияны табу үшін 4 көбейтілген x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 формуласы болады, минус 3 x-тің кубы бөлінген 3 қосу с болады. Енді бұдан 4 пен 4 қысқарады, 3 пен 3 қысқарғанда x-тің 4 дәрежесі минус x куб плюс с деген алғаш функция шығады. Енді с-ның мәнін табу үшін мына формуланы, мына шартты қолданамын. Сонда x-тердің орнына 1 қоям, f-тің орнына мен 3 қоям. Сонда 1 мен 1 жойылып кетеді, с-ның мәні 3-ке тең. Сонда бізде x-тан f тең x-тің 4 дәрежесі минус x куб плюс 3 алғашқы функциям. Мына түрде болады екен. Есептің жауабы болып табылады. Келесі екіншісін қарастырайық. Онда сонда x-тан f туындысы бізде алғашқы функциямыз банаға 5 x-тің 4 дәрежесі 4x куб минус 2x алғашқы функция табайық. 5x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5, 4x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4, минус 2x-тің квадрат бөлінген 2 қосу с 5 пен 5, 4 пен 4, 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда функциямыз x-тің 5 дәрежесі минус x-тің 4 дәрежесі минус x квадрат плюс с. Енді орнына мәндерін қояйық. Мына шарт бойынша x-тердің орнына 1 қоям, f-тің орнына 4 қоям. Сонда 1 жойылып кетеді. С-ның мәні тең болады 4 қосу 1, 5-ке тең болады. Сонда алғашқы функция менде шығады. x-тің 5 дәрежесі минус x-тің 4 дәрежесі минус x квадрат плюс 5 деген бізде есептің жауабы болып табылады. Штрих. X деген берілген функция бізде 1 плюс x қосылған косинус 2x деген сөз. Олай болса бізде алғашқы функцияны табу үшін формула бойынша 1 дегеніміз ол x болады, плюс x квадрат бөлінген 2 болады, плюс 2-ден 1 косинустікі синус 2x қосу с болады. Енді орнына мәндерін қоям. X-тердің орнына 0 қоятын болсам, синус 0 болады, плюс с тең 1. Сонда мұның бәрі бізде 0 болып кететін болса, с-ның мәні 1-ге тең. Олай болса x-тан f тең x қосылған x квадрат бөлінген 2 қосылған 2-ден 1 синус 2x қосу 1 болады екен. Мына бізде есептің жауабы болып табылады. Үшіншісі. Келесі 4-тісін қарастырайық. Онда сонда x туындысы бізде берілген функция болады. Ол дегеніміз синус 2x қосылған 3x квадрат. Енді алғаш функцияны табайық. 2-ден 1 синустың алғаш функциясы бізде минус косинустан танымалы минус жазып кетейін. Минус косинус 2x плюс 3x квадрат куб бөлінген 3 плюс с. Сонда мына минус 2-ден 1 косинус 2x плюс 3 пен 3 қысқарады. Сонда x куб плюс с. Енді орнына мәндерін қойсам, 2-ден 1 косинус 0 плюс 0 плюс с тең 2 болады. Косинус 0-де 1-ге тең. Сонда мына бізде минус 2-ден 1, мына 0. Сонда с-ның мәні 2-ден 1 болады. Мына жаққа плюс болып шыққанда. Сонда бізде x-тан f тең x-тан f минус 2-ден 1 косинус 2x плюс x куб плюс 2-ден 1. Бізде есептің жауабы болып табылады. 1-16 есеп. Мына функцияның алғашқы функциясы екенін дәлелдеу керек. Ол үшін бізде алғашқы функциядан туынды тапсақ, ол берілген функциямен шығу керек. Ол үшін мына функциядан туын табайық. Туын табу үшін минус 4-ден 1 тұра береді, көбейтілген. Бізде косинус 2x күрделі функция, косинустан туын және 2x-тен туын табым. 2x-тің туындысы бізде 2-ге тең.
косинустың туындысы бізде минус синус x'қа тең. Так, минус 2-ден 1 тұра береді. Косинустың туындысы минус синус x. Плюс тұрақты сан туындысы бізде 0-ге тең. Енді ары қарай ықшамдасақ, 2 мен x'қа кетеді. 2 минустың көбейтіндісі плюсті береді. Сонда 2-ден 1 синус 2x. 2 минус бізде плюс болады. 2-ден 1 синус x. Ары қарай 2-ден 1-ді жақшаның сыртына шығарып жіберсем, жақшаның ішінде синус 2x қосылған синус x тең. Енді жоғарыда бізде формуласын жазып қойдым. Синустардың қосындысы формуласы бойынша мынаны ықшамдасақ, 2-ден 1 көбейтілген 2 синус 2x қосылған x бөлінген 2 болады. Көбейтілген косинус 2x азайтылған x бөлінген 2. Ары қарай мынаны ықшамдап жіберсем, 2 мен x қарады. Синус 3x бөлінген 2 болады. Минус косинус. Мына бізде 1x қалады. Сонда x бөлінген 2. Сонда бізде мынау бізде кішкентай x'қа тең. Мынау мен мынау екеуі бірдей болды. Дәлелдедік. Ары қарай келесі екіншісін қарастырайық. Мынадан туынды табым. Минус 8-ден 3 сол күйінде жазып қоямын. Мына күрделі функция болғандықтан косинустан туынды және 3-ден 4 x-тан да туынды табым. 3-ден 4 x-тің туындысы бізде 3-ден 4-ге тең, x-тің туындысы 1-ге тең. Косинустың туындысы минус синус x'қа тең. Так, плюс 4-ден 3 көбейтілген мынадан да туынды табсам, ол 3-ден 2 болады. Косинустың туындысы бізде минус синус 2x бөлінген 3 болады. Минус 7-дің туындысы бізде 0-ге тең. Ары қарай ықшамдаймыз. 3 пен қысқарып кетіп 1 қалады. 2 қысқарса минус 2-ден 1. Мына 2 минус плюс болады да 2-ден 1 қалады. Синус 4x бөлінген 3. Так, мына 3 пен қысқарады. Мына 2 қысқарады. Мына жерде мына бізде минусты береді. Сонда бізде 2-ден 1 синус 2x бөлінген 3. Мынадай функция шығады. Енді 2-ден 1-ді жақшаның сыртына шығаратын болсам, жақшаның ішінде синус 4x бөлінген 3 минус синус 2x бөлінген 3. Енді бізде мына функция шығу үшін, мынаны жоғарыдағы мына формула бойынша ықшамдаймыз. Сонда тең болады 2-ден 1 көбейтілген 2 формула бойынша синус 4x бөлінген 3 минус 2x бөлінген 3 азайтылған бөлінген 2 көбейтілген косинус 4x бөлінген 3 минус 2x бөлінген 3 қосылма бөлінген 2. Енді осыны ықшамдасам, мына 2 мен 2 қысқарып кетеді. Мына жерде бізде 2x бөлінген 3. Так, синус 2x бөлінген 3. Оны 2-ге бөлсек, бізде x бөлінген 3 шығады. Сонда мынау синус x бөлінген 3 шығады. Так, мына жерде 6, 6-ны 3-ге бөлсем 2, 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда косинус x болады. Сонда мынау мен бізде мына екеуі бірдей болды. Яғни дәлелденді.